Pinduodu'da төлем жасаған кезде 6 санды пароліңізді ұмытып қалған болсаңыз, соны қазір қалай восстановить етуді сізге көрсетемін. Ол үшін мына менің деген профиль бетіне өтеміз. Мына жазуды басамыз, кошелек деген. Осылай шығады. Үстінде оң жағында мына настройкаға кіреміз. Үстінен санағанда мына екінші восстановить пароль дегенді басамыз. Мына карта дегенді басамыз. Мына өзіміздің картамызды басамыз. Мына жерге енді өзіміздің карточкамыздағы 16 санды тереміз. 16 санды теремізде мына қызыл батырманы басамыз. Мына жерге картаның келесі бетін толтырып шығамыз. Мына біріншісіне аты жөніңізді дәл картадағыдай жазасыз. Екіншісіне картаның жылын жазасыз. Жылын таңдайсыз, сосын айын таңдайсыз да. Мынаны басасыз. Мына үшіншісіне картаның артындағы 3 сандық кодты жазамыз. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Каспи кодқа Pinduodu'дан SMS келеді. Болды, енді ұмытпайтындай новыйдан пароль жазсаңыз болады. 6 сандық төлем паролін ойдан ұмытпайтындай жазамыз. Екінші рет қайталап жазамыз соны. Мінекей сәтті пароліміз өзгерді. Менің видеом ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.